Қыркүйекте не жаңалық? Күн жүйесінің сыртына көз тігіп, құс жолымен жаз соңындағы серуенге шығайық. Сәлем, қош келдіңіздер. Сіздермен Джейн Хьюстон Джонс, Пасадена, Калифорниядағы НАСА реактивті қозғалыс зертханасынан. Жазғы күндер қысқарып келеді, және күн ерте батып, құс жол екіге бөлген жұлдыз аспанды паш етеді. Құс жолы көрінгенше, 2018 жылға керемет планеталар шеруін тамашалайық. Шолпанды күн батысымен іле-шала ұстай аласыз. Дүрбі немесе телескоппен шолпан фазасының қыркүйектегі күрт өзгерісі бақыланады. Жартылай фазадан үлкен әрі жіңішкерек ораққа дейін. Бұлайда Юпитер, Марс пен Сатурнның жарқырауы жалғасады. Күн батқан соң оңтүстік батысқа қараңыз. Құс жолын жазғы шоқ жұлдыздар көмегімен табуға болады. Мерген, жұлдыздар мен жарқыраған тозаң бұлттары шәйнектен шыққан бу тәрізді көрінеді. Бүркіт, оның ең жарық жұлдызы Альтаир, аққудың Денебі мен Лираның Вегасымен бірге жазғы үшбұрышты белгілейді. Кассиопея, W пішінді таныс шоқ жұлдыз, жазғы құс жол арқылы өтетін жұлдызды соқпақты түйіндейді. Қыркүйектің 12-сі мен 20-сы арасында Ай шолпанның жанынан, Юпитердің үстінен, Сатурнның сол жағынан, ақыры Марстың үстінен өтеді. Нептун мен Уранды бұлайда телескоппен көруге болады. Түнгі 1-де немесе одан кейін оңтүстік шығыс аспанға қараңыз. Меркурийді күн шығар алдында шығыс көкжиектен сәл жоғарыдан таба аласыз. 7-ші және 8-ші қыркүйекте сізге ай жол сілтейді. Қыркүйекте ірі метеор ағындары болмаса да, комета тозаңы басқа шоуда, таңғы зодиак жарығында көрініс табады. Оны айсыз таңдарда күн шығардан сәл бұрын шығыстан іздеп көріңіз. Зодиак жарығы туралы көбірек білу үшін 2018 наурыздағы астрономиялық шолуды қараңыз. НАСАның қазіргі және болашақ барлық миссиялар туралы мына жерден біле аласыздар. Бұлай жөнінде осы. Сіздермен болған Джейн Хьюстон Джонс.